14 маусым дүниежүзілік донор күні. Атаулы күн қарсаңында қан өткізу азаматтық парызым деген қала тұрғындары бүгін қан орталығына жиналды. Қатарында әріптесім Нұржан Қасаболат та бар. Дені сау 18 жастан асқан кез келген азамат өтеусіз түрде донор бола алады. Қан тапсыру алдында әр донор міндетті медициналық тексеруден өтеді. Мамандар процедураның қауіпсіз екенін және адамның денсаулығына зиян келтірмейтінін айтады. Бір рет қан тапсыру арқылы кемінде 3 адамның өмірін аман алып қалуыңыз мүмкін. Бүгінгі қан тапсыруымыз мақсатымыз ол азаматтық борышымыз. Өйткені көптеген жағдайлар болады. Жол апаты немесе операцияға азаматтарға қан керек болады. Сол мақсатында қанды тапсыру мен өзім азаматтық борышым. Барлық азаматтарды қан тапсыруға бір-біріне көмектесуге шақырам. Бұл немесе атақ, немесе бір материал жағы емес, ең бастысы азаматтарға көмектесу, адамдарға көмектесу. Барлықтарыңызды қан тапсыруға, донорлықты дамытуға шақырам. Мамандардың айтуынша, тұрақты түрде қан тапсыру адамның қан айналымын жақсартып, ағзаның жаңаруына да оң әсерін етеді. Мәселен, ер адамдар кемінде 90 күнде, әйел адамдарға ай сайын қанды жаңартып тұрған абзал. Сондай-ақ бұл әдісті ертеде де қолданған. Қан тапсыру дені сау адамдарға өте пайдалы, өзінің денсаулығы үшін де. Бір жағынан олар игі іс ретінде біреуге көмектесе алады, біреудің өмірін құтқара алады. Қан тапсыру бұл мынау әртүрлі ауруларды, әсіресе жүрек қан тамыры аурулары, соларды алдын алады. Сондықтан барлық 18 жастан асқан осы Қазақстан азаматтарын қан тапсыруға шақырамыз. Облыстық қан орталығына тұрғындар таңнан жиналды. Дүниежүзілік қан доноры күніне орай мекеме мерекелік шара ұйымдастырды. 30 жылдан аса уақыт бойы тұрақты донор болып келе жатқан жандарға алғыс хат табыстап, төс белгілерімен марапаттады. Нұржан Қасаболат, Ерлан Азанбай, Жетісу арнасы.